Сыныптастар, сенімен 11 жыл оқып, қызықты да, қиынды да кездерді сенімен бірге көретін адамдар. Біреулермен сен дос болсаң, біреулермен жоқ. Короче, қызық қой мектеп деген. И бүгін мен осы темадағы өте қызық және де көбің білетін сериалды айтатын боламын. Сыныптастар. Сыныптастарда 2 сынып оқушылар туралы айтылады. Олар 11А және де 11Б. 4 сезоннан тұратын осы сериалда осы 2 сыныптың қиындықтары туралы айтылады. Қиындық деген енді көбісі ақша мәселесі ғой. Айтпақшы кейіпкерлердің шын аты емес кличкалары айтылған. Олар Мысық, Асик, Әлімжан, бұл кличка шоу екен, Google, Антош, Кәріс, Таң және де Мок. Бар қызықтың бәрі осы кейіпкерлермен болатын болады. Ал ол қызықтың бәрін қазір біз айтатын боламыз. Қызықтың бәрі әрине бірінші сезоннан басталды. Осы сезонда осы 2 сыныптар бір-бірін ұнатпайды, әрдайым қырылады ит пен мысық құсап. Осы сезонда көп нәрсе бар. Төбелес, ренжісу, сатқындық, бірігу және де махаббат. О май гад. Екінші сезонда осы 2 сыныптың 10 сынып кезі көрсетілген. Кіші сынып болғандықтан осылардан 11 сыныптың балдары ақша жината бастайды. Бірақ осы кезде де ит пен мысық сияқты өздерімен, басқалармен, тіпті 11 сыныптармен. Еще отпысайды ғой, базар жоқ. Ең қызығы, бұл сериал өте серьезный болып бір адамды күлдіре салады. Конкретно күлдіреді, ол әрине Мок. Бәріміз білеміз ғой. Ал 3-ші сезонда қызықтың бәрі басталды. Бұл сезонда Алихан деген баланың аянышты оқиғасы көрсетіледі. Жағдай төмен, әкесі жоқ, бұл баланың анасы да қайтыс болады. Бұл әрине аянышты. Бұнымен қызық деп тұрған жоқ, мен ойлап қалмаңдар құрсын. Қызықтың бәрі 2 кейіпкер қосылғанда басталады. Олардың аты Қайра мен Габа. Олардың бадиласы Макс. Габа түрмеден шығады. Сразу же басқа балдардан ақша жинатып бастайды. Осы системаға біз білетін кейіпкерлер де түседі. Әрине 11 сыныптар бұған қарсы болып, басқа да балдарды тартып, сол Габа мен Қайраға қарсы шығады. Бірақ Габа бір пистолетпен ақ бәрін өшіріп тастай салады. Спойлер, біреуі қазір түрмеде, ал біреуі мүгедек. Базар жоқ, брат, айырып қой дегенсің. Бірақ та қаншама тырысып, системаны жойып, ақша жиналуын тоқтатса да, Кәрісті бәрі жамандап, терпила деп атап кетті. Осыдан кейін көмектес елдерге. Әр сезонды толығымен айтпай қойын. Өздерің көріп кетіңдер. Бұл өте қызық. Әр серия өте қызық жасалған. Өзіме мысалы 3-ші сезон қатты ұнады. Ал 4-ші сезон енді шығып келе жатқандықтан ол жайлы көп нәрсе айта алмаймын. Әр сезон туралы айттық. Не айтсам болады? Айтпақшы, кейіпкерлер туралы айтпайық па? Әр кейіпкерлерді әрине әр түрлі емес пе? Давайте біз Кәрістен бастайық. Кәріс 11 сыныптың атаманы деуге де болады. Краш төбелесті, айырады тухы вагон. Айтпақшы, Кәріс еще. Отморозк. Мысық, көп нәрсе айта алмаймын бұл кейіпкерлер туралы, бірақ қыздарға қырындауы ебать. Әлімжан просто оқымысты. Асик, қыздармен жақсы сөйлесетін кейіпкер. Бар байқағаны. Мок, сериалдың юморы осы кейіпкерде жатыр. Әзілі шағады әйтеуір. Танк дәу және де мықты кейіпкер. Google конкретно сөйлеп тастайды және де сөзімен жегісті сыйлады. Антош, білмеймін не айтарымды бұл кейіпкер туралы, просто кейіпкер. Ең маңыздысы, олардың бәрі сыныптастар және адал достар. Басқа да зор кейіпкерлер. Мысалы директор. Осылардың арқасында ол тезгар тиетін ұмытпай ұқсай. Ал осымен видеоны аяқтауға да болады деп ойлаймын. Сенімен болған мен Олжас, Тоқабай достар. Өз сыныптастармен ренжіспей, әрдайым досшыл болайық. Себебі қаншама жыл осы адамдармен оқитын боламыз. Ал сендермен болған мен Олжас, Тоқабай достар. Каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңдар, ал сау болыңдар. Мектебіммен соншалық